Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, ребята! Бүгін сәуірдің 27-сі. 27-ші сәуір. 27 апреля. Сабағымыздың тақырыбы жеті қарақшы. Пишем дату и тему. Балалар, біз алдыңғы сабақта ғаламшарлар туралы өттік, я? Планеты. Енді бүгін жұлдыздар туралы өтеміз. Звезды. Өте жақсы. Бүгін сендер үркер туралы аңыз оқисыңдар. Және де аңызды ертегіден, әңгіме мен өлеңнен ажырататын боласыңдар. Теперь, ребята, повторяем новые слова. Жеті қарақшы. Жеті қарақшы. Үркер. Үркер. Жоғалу. Жоғалу. Теперь, ребята, пишем эти слова. Осы сөздерді дәптерімізге түсіреміз. Балалар, мәтінді бірге оқимыз. Давайте вместе. Баяғы заманда үркер деген аспан патшасының қызы болыпты. Қыздың есімі Үлпілдек екен. Үлпілдектің нұры айналаға жарқырап тұрады екен. Үлпілдекті хан нөкерлері күзетіп жүреді. Бірде жеті қарақшы Үлпілдекті көріп, ұнатып қалады. Ол Үлпілдекті ұрламақшы болып аңдиды. Бір күні оның жолы бола кетті. Сол күні Үлпілдектің қасында нөкерлері болмай қалған еді. Жеті қарақшы осы сәтті пайдаланып, оны ұрлап әкетеді. Үркер сезіп қалып нөкерлерімен бірге жеті қарақшыны қуады. Үркер жеті қарақшыға жете бергенде, таң атып, жеті қарақшы жоғалып кетіпті. Бұл жағдай әр түн сайын қайталаныпты. Шындығында жеті қарақшы темірқазықты айналып, үркер екеуі бір-біріне жақындай бергенде таң атып кетіпті. Үлпілдекті қарақшыдан құтқару үшін үркер нөкерлерімен жеті қарақшыны әлі қуып жүр деген сөз осыдан қалған сияқты. Когда-то давно была дочь небесного царя Үркер. Дочку зовут Үлпілдек. Дочку царя охраняют ханские слуги. Однажды жеті қарақшы увидел Үлпілдека и влюбился в нее. Он пытался ее украсть. Однажды ему повезло. В тот день рядом Үлпілдек не было слуг. Жеті қарақшы воспользовался этим и украл ее. Үркер почувствовал и преследовал со своими людьми жеті қарақшы. Когда Үркер достиг жеті қарақшы, на рассвете жеті қарақшы исчез. Это происходило каждую ночь. На самом деле, жеті қарақшы обходит темірқазық. Когда он и Үркер приблизились, наступил рассвет. Түсінікті ме, балалар? Тамаша, өте жақсы. Енді, балалар, бірінші тапсырма. Вам первое задание. Жұлдыз сөзін септеп жаз. Не жұлдыз. Ненің? Вопрос задает. Ненің? Жұлдыздың. Дальше вы сами. Вы это знаете. Енді, балалар, біз ертегі мен аңызды талдаймыз. Ертегі – это сказка. Аңыз – легенда. Енді, балалар, ертегі толықтай ойдан құралады дейді. Сказка состоит исключительно из воображения. Ал аңыз шындыққа жақын болады.
Легенда будет ближе истине. Ал ертегі өмірде болмаған адамдар немесе өмірде болмайтын заттар туралы айтылады. В сказках он рассказывает о людях, которых нет в жизни. Или вещах, которых нет в жизни. Например, Ушкушклем, вы знаете, да? Ушат, летающий ковер. Енді, ал аңызда онда өмірде болған зат немесе адам туралы баяндалады. В легендах рассказывают о человеке, который был в жизни. Ал ертегі бірнеше оқиға болады ертегіде. В сказке есть несколько событий. Ал аңызда бір ғана оқиға айтылады. В легендах рассказывают только одну историю. Түсінікті ме балалар? Ертегі мен аңызды ажырата аламыз ба? Мысалы, біз бүгін жеті қарақшы мен үркер туралы аңыз оқыдық, иә? Ол аңыз ба, әлде ертегі ме? Өте дұрыс. Ол аңыз, өйткені жұлдыздар өмірде бар. Екінші тапсырма, сұрақтарға жауап бер. Первый вопрос: үркер кім? Кто такой үркер? Екінші сұрақ: үркердің қызының аты кім? Как зовут дочку? Үшінші сұрақ: жеті қарақшы кімді ұрлап кетеді? Кого он похитил? Төртінші: мәтіннің жанры қандай? Этот текст в каком жанре написан? Жанр жаңа айттық, иә? Ертегі, аңыз, либо өлең. Вы сами выбираете, қайсы жанр дұрыс. Пишите правильный вариант. Үйге тапсырма. Видеороликте берілген 2 тапсырманы орындап, маған WhatsApp-тан жібер. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар, оқушыларым.